Ассаламу алейкум. Бүгін біз кешьюдің пайдасы туралы айтатын боламыз. Кешью жаңғағы пайдалы қасиеттері бойынша барлық жаңғақтар арасында бірінші орында алады. Кешьюдің құрамында жоғары сапалы майлар, ақуыздар мен көмірсулар, В тобының витаминдері, сонымен қатар макро және микроэлементтер, калий, фосфор, кальций, магний, темір, натрий, марганец, селен және де 18 амин қышқылдар бар. Кешью жаңғақтары нашар тістер мен әлсіз тістер сияқты мәселелерді ұмытып кетуге көмектеседі. Ежелгі дәуірде адамдар ұсақталған жаңғақ пен балдан паста жасап, оны жеп қана қоймай, демалу үшін де ауырған кезде эмаль зақымдалған қызыл иек пен тістерге жаққан. Өйткені олар демалған ауада оларды тітіркендіретін. Кейінірек жапондық ғалымдар жаңғақ целлюлозасының тіс эмаліне оң әсері бар екенін растады. Кешьюден зақымдалған тіс беттерін қалпына келтіретін компоненттерді тапты. Кешью иммунитетті көтеріп, тіс ауруын басуға көмектеседі. Бұл жаңғақ түрі Азия халқының сүйіп жейтін дәндерінің бірі болып есептеледі. Сонымен қоса тағам түрлеріне де пайдаланады. Қуырылған күйінде де тұтынады. Кешью аталған жаңғақтар ішінде майлысы аз болып есептеледі. Майы 45% болса, ақуызы 17%. Кешью жаңғағының құрамында А, В2, В1 деген сияқты витаминдер бар. Кешью қаназдық, депрессия, зат алмасуы бұзылған жағдайда пайдалы. Иммунитетті күшейтеді, жүректің қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді, қанда холестеринді төмендетеді. Сонымен қоса тіс ауырған кезде де көмегі бар. Бір күндік мөлшері 10 түйір. Газдалған сусынмен бірге пайдаланғанда денсаулыққа пайдасы көбірек тиеді. Менің видеомды соңына дейін тыңдап, маған қолдау көрсеткендеріңізге рахмет айтамын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Сіздермен бірге болған мен Гүлназ.